Қазақтарға дәстүрлі қонақжайлық қасиет ежелден тән. Қазақтарда үйіне келген кез келген адамға міндетті түрде тегін қонақасы беру, оған жайлы төсектерін салып, қондырып жіберу әдет-ғұрпы ежелден орын алды. Қазақ халқының салт дәстүрлері ата-бабаларымыздың тіршілік кәсібіне, наным-сеніміне, дүние танымына орай туындап отырған. Ашамайлы атқа міндің, мұсылмандық таққа міндің, сүндетке отырғаның, иманды болғаның, тойын тойлап, думанды болғаның деп ата-бабаларымыздың сүндетке отырғызған болатын. Яғни атқа мінер жасқа толған ұл балаға шілдеханадан кейінгі жасалатын үлкен тойлардың бірі ол сүндет тойы. Қазақ халқы сүндетке отырғызылған баланы міне енді азамат болдың деп ағайын туысты жинап ұлан асыр той жасайтын болған. Барлығы түсінікті ме, ұлдарым? Я, әке, түсінікті.